Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сабағымыздың әрін кіргіздер оқушыларымызға қызықты болар керемет әдіс тәсілдерінің бірі туралы талдаймыз. Бұл әдіс мультфильм әдісі деп аталады. Өзі аты айтып тұрғандай, бұл өте ерекше, тартымды әдіс. Бұл әдісте көп көрнекілік қажет емес. Сізге тек қана ұсынылатын бір-екі көрнекілік және оқушыларыңыздың креативті ойлауы мен ұшқыр фантазиясы қажет болады. Мультфильм әдісін мен көбінесе қосымша әдебиеттік сабақ әдебиет пәнінде, бастауыш сыныпта әдебиеттік оқу пәнінде қолданамын және белгілі бір ертегіні жүйелеу мақсатында, белгілі бір ертегіні жүйелеп алу үшін және соның оқиғаның басталуын, шарықтауын, соның аяқталуын, соны білу үшін, соны толықтыру үшін оқушыларға айтқызамын, таратамын. Ал енді бұл әдісте сіз не ұтасыз, сізге қандай пайда, қандай плюс болады бұл әдісті қолданған кезде? Бұл біріншіден топтық жұмыс кезінде орындалатын әдіс. Яғни бұл әдісті сыныбыңызды топқа бөлесіз. Топпен орындалатын жұмыс және оқушыңыздың зерек ойлауын, ерекше қиялды қажет етеді. Және сабағыңыздың 100% қызықты болуына осы әдіс көмектеседі. Бұл әдісте бала белгілі бір жүйелі түрде әңгіме құрастыра алады. Әңгіме құрастырып, болмаса бір ертегіні жүйелей алады. Ал жоғары сынып мұғалімдеріне ұсынатын бұл әдісте тарих пәнінен жақсы қолдана аласыз. Өйткені белгілі бір оқиғаны жүйелі түрде жеткізу, рет-ретімен, лек-легімен жеткізу. Бұл әдісте біз алдымен оқушыларды топқа бөліп аламыз. Топқа бөлуді мен каналымда Филиппиди бағдарламасы арқылы топқа бөлу мақсаты көрсетілген, топқа, жұпқа бөлу амалдары каналдың төменгі жағына видеоларға назар аударсаңыз, сол жерден көре аласыздар. Ал енді оқушыларды топқа бөліп отырғызып алдық. Сонымен топтарға әртүрлі аттар береміз. Үйден принтерге дайындап шығарып алып келген топтардың аты болады. Мысалы, қыран, сұңқар, жалын, болмаса сабаққа байланысты болады да. Ертегіге байланысты алпамыс тобы, ертөстік тобы, болмаса тағы да бірнеше топтарға бөліп алып келесіз. Сонда сіз жазасыз, мысалы, ертөстік тобы ұсынады. Бұл жерде балалар өз фантазияларымен сізге мультфильм құрастырып беру керек. Мультфильм құрастырып беру керек. Сондықтан олар мультфильмді жасаған кезде, мультфильм шығарған кезде бірінші сол өздерінің топтарының атын жазылған қағазды шығарып отыру керек. Мұнда топтағы барлық оқушылар қатысу керек, белсенді болу керек. Бір-біріне ой сала отырып, белгілі бір жүйелі түрде ертегіні, болмаса әңгімені бастан аяқ бала құрастырып шығара білу керек, шығаруы тиіс. Ал енді сыныбыңызды бірнеше топқа бөліп алдыңыз. Оларды отырғызу реттілігі қандай болады? Әрбір топты, мысалы, 4 топқа бөлсеңіз, сыныпты парталарға 4 топқа 4 жерге орындықтар парталарын қойып бөліп тастаңыз. Топты бөлдіңіз, мысалы, алғырлар, шапшаңдар, білгірлер, ойшылдар деп бөлдіңіз. Топтың аты міндетті түрде шығарылады, алдыларына қойылатын болады. Бұл жерде бұл топтың, мысалы, әрбір кино көрген кезімізде Columbia Pictures представляет деп шығады, сол сияқты, мысалы, алғырлар тобы ұсынады, болмаса шапшаңдар тобы ұсынады, білгірлер тобы ұсынады, ойшылдар тобы ұсынады. Неке осылай шығып тұрады. Және де бұл ертегіні, болмаса әңгімені оқитын оқушының дикциясына да, оның әртістік өнеріне де, актерский мастерство дейміз, әртістік өнеріне де бағалап, соған ерекше бал қойып отырсаңыз болады. Сонда бұл балаға стимул болады. Баланың дикциясы қалыптасады, және де
ораторлық шеберлік қалыптасады. Бізге бірінші қажетті дүние, біз теледидар жасау керекпіз. Теледидарды қайындай мақсатпен жасаймыз десеңіздер, алдыларыңызда тұрған картонның сіз екі жағын кесесіз. Яғни балаларға белгілі бір ертегінің жүйесін ақ қағазға шығарып бердіңіз. Кез келген ертегі болуы мүмкін, мысал болуы мүмкін, Крыловтікі болмаса, бір ертегіні жүйелеп алдыңыз да ақ қағазға түрлі түсінде ақ қағазға шығардыңыз. Балалар сол ақ қағаздағы ертегіні өздері алдыларына топ болып отырған кезде алдыларына ашады да қойып жүйелейді. Мысалы, мақта қыз бен мысықты ертегісін алсақ, балалар мақта қыз бен мысықты бастайды. Мысалы, мақта қыз үй сыпырып жатыр, сурет кетті, бірінші сурет. Одан кейін ол мейіз тауып алды, екінші сурет. Мысықты шақырды, үшінші сурет. Мысық келмеді, төртінші сурет. Мінекей бала өзі оқыған, көрген ертегіні осы жерде жүйелеп тұр. Осы бойынша рет-ретімен бала алдына, мысалы, топ бойынша ертегін жүйелеп, ертегінің бас аяғын құрастырып, жинап алды. Мысалы, жаңа А4 қағазына шығарылған ертегіңіз дайын, бала мысалы құрастырып алды. Енді мына картондағы теледидар не, ол қандай қызмет атқарады десек, бұл мұндағы басты әдіс тәсілдің көркін кіргізетін осы. Әрбір ақ қағазды бала осының ортасына салып отырып, топ бойынша біреу ұстап тұрады, біреу жаңағы ертегін әңгімелеп тұрады, екі оқушы мысалы ертегін өткізіп тұру керек. Әрбір шығарылған ақ қағаздың ортасының кішкене қағазбен жапсырылып, былай шығып отыру керек. Фильмдерде көрсетеді ғой, бірінің артынан бірі шығып жатады. Неге сол сияқты картонның екі жағын кесуді ұмытпаңыздар, құрметті әріптестер. Егер мынандай картон қатты жасай алмаймын десеңіз, кәдімгі А3 үлкен қағаздың көмегімен майыстырып үйден жеңіл жасалынады, сол арқылы жасасаңыздар болады. Және сізге клей керек, кәдімгі клей. Соны кішкентай ақ қағаздарға бір-біріне жапсырып отыру арқылы балалар теледидардың жанындағы екі тесіктен өткізу керек. Мысалы, мақта қызды бастады, мақта қыз мысықты шақырды, мысық келмеді. Мен өзім кабинетімдегі теледидарымның көлемі, форматы осындай. Алдында тұрған үлкен тесік арқылы, үлкен көлемді тесік арқылы ертегінің сюжеттері өтіп жатады. Оны балалар жаңағы екі оқушы бір жағынан тартып шығарып тұрады, екіншісі салып тұрады, үшіншісі біреу теледидар ұстап тұр мүмкін. Екі оқушы мысалы рөлдерге бөліп оқып жату мүмкін. Енді бұл жерде бұл оқушыларыңыздың өзінің фантазиясына тікелей байланысты. Өкінішке орай мен былтырғы өткізген видео сабағым сақталмай қапты. Алдағы уақытта осы әдіс тәсілді өтіп жатсам, міндетті түрде өзім YouTube каналыма саламын. Неге сіздерге керек осы қарапайым желім. Енді жаңағы ертегін жүйелеп айтып жатырмыз. Мақта қыз құйрығын кесіп алады, мысықтың сиырға барады, одан кейінгі ағашқа баруы, ағаштан кейін бізде қыздарға барады, дүкенге баруы, дүкеннен кейін тауыққа баруы, тауықтан кейін тышқанды көру. Мінекей соны балалар әңгімелеп айтып беріп жатыр. Енді мен сіздердің назарларыңызға есек пен ат деген Крыловтан аударылған мысалды қысқаша ғып атап өткім келіп тұр. Біз бұны былтыр ертегілер әлемі бөлімі басталған кезде оқушылармен осыны, менде шағын жинақталған мектеп болғандықтан екі топқа бөліндік. Екі топтың біреуінде осы ат пен есек әңгімесі болған болатын. Ат пен есек әңгімесінде екеуі атта есекте бірге жолаушылап алыс жолға шығады. Олардың қожайындары бірге еріп жүреді. Есекке көп жүк артылады да, ат есектің қасында жай келе жатады. Есек өте қатты шаршайды. Сосын аттан көмек сұрай бастады. Ат досым, маған көмектесші, менің жүгімнің жартысын болсан алшы деп өтініп сұрайды. Бірақ ат айтады, жоқ, мен саған көмектесе алмаймын, өз жүгіңді өзің тасы дейді. Сөйтіп екеуі ұзақ жолдан жүреді, ормандардан өтеді, көлдерден өтеді, шөлдерден өтеді.
бастаған бір жерден екінші жерге жету керек болады. Бірақ есек қатты қиналып жолда есектің жаны шығып кететін. Сонда қожайыны бүткіл жүкті атқа артады. Енді мұны сіздер өздеріңіз кітапханадан болмаса Google'дан қарап көрсеңіз, сіздер бұл әңгіменің әрбір жүйесі бойынша суреттер көп. Негізі Google'дан қарасаңыздар, көбінесе орыс тілді сайттардан іздесеңіз толық шығып тұрады. Қазақ тілді сайттардан өкінішке орай таба алмадым. Мен сол кезде осы ат пен есекті және алдар көсені мен бай есін қойдым. Ертегісін осы мультфильм әдісін пайдалану арқылы жасап шығарған болатынбыз оқушыларға. Енді осы жердегі осы ертегіні құрастырып айтты балаларым, оқушыларым. Енді бұл жердегі мораль не? Сіздің тарапыңызда қойылатын сұрақ сол болады. Сіз не түсіндің, не ой түйдің? Балалардың жауабы сонда айтқан осы болды. Ат сияқты тәкаппар болмау керек. Есек сияқты өзіңнің шамаңнан тыс жүкті көтермеу керек. Қожайын сияқты әрбір дүниеге салғырт қарамау керек. Яғни әділеттілікті басым түрде алып, әділетті бола білу керек. Мінекей көптеген осындай оқушылармен кері байланысқа осындай жауаптар алдым. Жауаптарына өте риза болдым. Ораторлық әрбір қасиеттеріне қосымша бал қойдым. Топтық жұмыстарына бал қойдым. Өйткені бәрі мен көз алдымда болғандықтан, бәрін өзім көріп отырғандықтан, кімнің қалай жұмыс істеп жатыр, кім топта қалай жұмыс істейді, бәріміз білеміз ғой. Лидер кім, бұл топта үндемейтін оқушыға қандай тапсырма берілді, қандай жетекші сұрақтар қойдым. Неке соның бәріне байланысты топтық жұмыстың қорытындысы сондай болған болатын. Енді бұл жерде ертегінің соңы өкінішке орай жаңағы есек қайтыс болады да, есек сол жерде жан тапсырады. Қожайыны бүткіл есектің жүгін алып атқа артатын болады. Яғни досыңа дер кезінде көмектеспедің, досыңның ауыртпалығын бәрін өзіңе артынан алдың. Неке мораль, негізгі мораль сондай болады. Ал енді сіз жаңағы дүние тарихы, Қазақстан тарихы пәндеріне осы нені әдісті қолдансаңыз болады. Мысалы, Шыңғысханның Отырарды басып алуы неден басталды, немен қалай жүзеге асты, Отырардың қақпасын кім ашып берді, Отырарды Шыңғысхан қалай басып алды, өзіне қарсылық көрсеткен Қайыр ханға қандай жаза қолданды, ал Отырардың қақпасын ашып берген сатқынға қандай жаза қолданды. Мінекей соның бәрін оқушылар жүйелей отырып, осы диафильм болмаса мультфильм әдісін пайдалану арқылы балалар түсіндіріп айта алады, айтып бере алады. Енді бұл әдісті көбінесе әдебиеттік оқуда пайдаланғандықтан мүмкін басқа пән мұғалімдері өз еріктеріне қарай басқаша етіп ұсынып көре алатын шығар. Оны әрбір мұғалімнің өз фантазиясына, жүйелей алуына және де көрнекілікті қолдана алуына, оқушыларыңыздың шамасына қарай қолдансаңыздар болады. Бұл негіз шағын жинақталған мектептерге де және де оқушылар көп қамтылған сыныптарға да пайдалануға өте жақсы. Балаларыңыз біріншіден зерек болады, екіншіден топта жұмыс істейтін болады, үшіншіден ораторлық қасиеттері дамитын болады, баланың әртістік қабілеті артатын болады. Дауысты қою, жан-жануарларды салу, дикцияны түзету, соның бәрі балаға оң жағына әсер етеді. Және бұл көрнекіліктер сіз мәңгілік қолдана беретін көрнекілік. Сыныбыңыздың бір бұрышына қойып қоясыз, сол жерде тұрып сізге ұзақ уақыт қызмет ететін болады деген ойдамын. Бұл әдісті қолданып жатсаңыздар, ұнатып жатса комментарийға астына жазыңыздар, өз ойларыңызды білдіріңіздер, каналға жазылып, маған шабыт сыйлаңыздар. Өзім білген, білетін, әлде болашақта біле жататын әдістермен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Енді алдағы уақытта тағы да бірнеше жаңа әдістерді саламын. Әрбір қолданылған әдіс тәсіл сабағыңызға пайдалы болса, мен өте қуаныштымын.
бүгінгі осы әдісті сіз диафильм әдісі деп өзгертсеңіз де болады, мультфильм әдісі деп өзгертсеңіз де болады. Бұл әдісті мен өзім семинарға барған кезде бастауыш сынып мұғалімінен көрдім да өте қатты ұнаттым. Соны келіп оқушыларыма қолданып көріп едім. Бұлар оқушыларыма да өте жақты. Әрбір ертегі өткен сайын, әліпбиттік оқудан жаңа тақырып өткен сайын шығарып алып келіңізші апай, өстіп әңгіме құрастырамыз деп сұрайтын болды. Олар құлшынған соң мен де шабытым ашылып, балаларыма мен бірге өте жақсы осындай неше түрлі әдістерді қолданған болатын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, әріптестер.